Барлығына сәлем. Барлығымыз өзімізді бір рет болсын жол болушы адам ретінде сезінгенбіз. Сіз осы видеоны көріп, ғажайыптың барына анық сенесіз. Ал енді видеоны бастаймыз. Ал, мына видеоға жақсылап назар аударыңыз. Бұл жерде дайындық өтуде. Және артта тұрған әскер автоматты атып жіберді. Және алдында тұрған әскерді өлтіріп қоюына сәл-ақ қалды. Бұл бейнеде жігіттің не үшін бұлай жасағаны түсініксіз. Ол қолындағы ұзын сымды тоқ жүріп тұрған сымға лақтырды. Және сым дәл жігіттің алдына құлады және өрт шықты. Жігіттің қорғаныс киімі себепті жігіт аман қалды. Ақылға қонымсыз соқтығысы. Сәл кем 4000 метр биіктікте екі ұшақ соқтығысты. Олардың біреуі ауада жанып кетті және құлай бастады. Алайда бұл соқтығысуда барлық адамдар аман қалды. Бұл қалай болуы мүмкін? Дұрыс, мен де басында сенбедім. Бұл жағдай екі парашютшілер тобымен орын алған. Секіруге дайындық кезінде ұшушылардан біреуі тізгінді жоғалтты. Нәтижеде ұшақтар соқтығысты және жарылды. Әрине, соқтығыстан кейін барлық парашютшілер секіріп үлгерді және сәтті қонды. Ұшақ ұшушысы парашютқа ие еді. Сол себепті кабинадан секіріп үлгерді. Алайда бір двигателі және жарты қанаты жанған. Екінші ұшақ ұшқышы үлкен шеберлік көрсетіп, жерге сәтті қонды. Тіпті кішкентай балалардың өзінде бағдаршамда қызыл түстен өтуге болмайтынын жақсы біледі. Алайда бұған Жұмабектің бажалары мән бермейді. Қазіргі бейнеде дәл осындай жағдайды көруіміз мүмкін. Видеорегистраторлы машина светофордың жанына тоқтады және қызыл жануынан 1 секунд бұрын жол үстінде су ағымы пайда болды және шынайы тосық пайда болды. Екінші, көлік жүргізушісі қызылға тоқтауды ойламаған еді. Алайда дер кезінде сазайын алды. Ал мына кісі секундтар ішінде жүк машинасынан айырылып қалды. Ағаш және велосипедші. Сіз адамдардың ағаш кесіп жатқанын көрудесіз. Және ағаш бір кезде жолға қарай құлады. Және сол кезде бір велосипедші келіп қалды. Ол өзін жоғалтпады және құлап бара жатқан ағаштың астынан өтіп кетті. Егерде ағаш велосипедшінің үстіне құлағанда, оны тіпті басындағы құтқару шлемді құтқарып қала алмас еді. Ал, бұл бейнені пікірсіз жалғастырамыз. Қауіпті ағаштар. Бұл кадрларда ағаштардың жолға құлағанын көрудеміз. Сол жерден өтіп бар жатқан жүргізушінің бағына орай машинаға ешқандай зақым тимеді. Ағаштың керемет пішіні себепті машинаға ешқандай зиян тимеді. Достар, видео сонымен аяғына жетті. Видео ұнаған болса, арнаға жазылып, қоңырауша түймешесін басып қойыңыз. Сіздермен бірге болған BNKZ арнасы.